Облыста кадр тапшылығын шешу үшін әрбір аудан қаладағы елді мекеннен қызметтік тұрғын үй салу қажет. Сапалы кадр дайындау заман талабы екенін айтқан аймақ басшысы әрбір қызметкерге барынша жағдай жасау қажеттігін жеткізді. Білікті кадрды жұмысқа алу үшін оған ең алдымен үй мәселесін шешіп беруіміз керек. Сондықтан оңтүстіктегі әрбір ауылдық округтен 20 пәтерлі 2 қабатты, ал аудан орталығынан 30-40 пәтерлі көп қабатты типтік үлгідегі тұрғын үй салуды биылғы жылдан қалмай қолға алуды құрылыс басқармасына тапсырды. Осы арқылы біз маман тапшылығын жойып, сапалы кадрға қол жеткіземіз деді әкім. Сонымен қатар өңір басшысы тұрғын үй салу арқылы аудан әкімдерінің индикаторлық көрсеткішін бағалайтынын да атап өтті. Әрбір ауылдық округте 20 пәтерлік 2 қабатты қызметтік үйлерді салу. Келетін мұғалімдер үшін, дәрігерлер үшін 1-2 бөлмелі, жас кадрлар үшін. Бұл бүкіл облысымыз бойынша ротация жүргізуге бұл әсер етеді, сапаны көтеруге үлкен көмегі болады, алмастырып қызметкерлерді жүргізіп отыруға бізге бұл үлкен көмегі болады. Селекторлық жиынның күн тәртібінде қаралған кезекті тақырып жергілікті атқарушы органдар қызметінің тиімділігін бағалау нәтижелері болды. Онда әкім барша мемлекеттік қызметкерлер мен аудан қала әкімдеріне және басқарма басшыларына әдеп нормаларын сақтауды басшылықтан бастауды тапсырды. Ең қарапайым нәрседен бастаймын мен. Этикадан. Қазіргі бүкіл әлемде, дүниеде қалыптасқан этика бар, норма бар. Содан басталады. Ешкімнің қолы емес. Барлығымызда осы. Мемлекеттік қызмет деген ол елге қызмет жасау. Осыны барлықтарыңызға ескертемін. Өз балаларыңызға үйретесіздер осы мәселені. Әдепті, мәдениетті жауап беруді. Өздеріңізден бастаңыздар, құрметті ағайындар.